Құрметті достар, қош келдіңіздер. Бүгін сіздерді Жоңғар Тау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі кеңсесімен кішігірім таныстырып өтейік. Қазір бірінші бөліміміз табиғи кешендерді қорғау және қалпына келтіру бөлімі. Осы бөлімін кішігірім танысып өтіңіздер. Табиғи қорын қорғау және қалпына келтіру бөлімінің басты міндеті табиғи кешендерді қорғау, молықтыру, өртке қарсы шаралар жүргізу және басқа жұмыстар атқарылуда. Жергілікті халықпен тығыз байланыста жұмыс жасайтын және халыққа туристік соқпақтарды ұсынатын бөлім туризм бөлімі. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Менің есімім Айдана болады. Біздің бөліміміз рекреация, экологияға ағарту және туризм бөлімі. Осы бөлімде бізде 8 адам жұмыс істейді. Қазіргі таңда біздің ұлттық паркімізде 13 туристік маршрут және 2 экологиялық соқпақ жұмыс істейді. Қазақстандағы ұлттық табиғи парктердің ішінде ең бірінші болып біз осы Сибирь алмасының гүлдену атты фестивальді өткіздік. Ұлттық парктың келесі бөлімі ғылыми бөлім. Қош келдіңіз. Жоңғар Тау ұлттық паркіндегі ғылым бөлімі ғылыми зерттеу жұмыстарын атқарады. Қазіргі таңда 2021-2025 жыл аралығында 5 ғылыми тақырып бекітілген болатын, уәкілетті органмен сол бойынша жұмыс жасайды. Солардың біреусі табиғат жылнамасы, бұл ең маңызды жұмысы болып табылады ғылыми қызметкерлердің. Бұл жерде осы парк аумағындағы барлық табиғи кешендерге бақылау жүргізіледі, мониторинг жүргізіледі. Солардың өзгерістері, анализ жасалып, тұжырым беріліп отырады. Сонымен қатар, енді осындай жұмыстар барысында ғылыми қызметкерлер жаңағы парк аумағында далалық іс-сапарлар ұйымдастырып жұмыс жасайды. Содан кейін осы кеңседе камералдық өңдеумен айналысады. Ғылым бөлімінде сонымен қатар ғылыми кітапхана бар және кеппешөп қоры бар. Сонымен қатар омыртқасыздардың коллекциялық қоры тоже қарастырылған. Келесі біздің бөлім жануарлар әлемін қорғау және өсімін молайту бөлімі. Жалпы жануарлар дүниесін қорғау және өсімін молайту бөлімінің басты мақсатының бірі парк аумағындағы жануарлар дүниесін қорғау және олардың өсімін молайту. Сол мақсатта жыл сайын санақ жұмыстар жүргізіледі. Қосымша қоректендіру мақсатында биотехникалық жұмыстар жүргізіліп отырады. Заманауи қазіргі уақытта заманға еру мақсатында парк аумағында жануарларды бақылау үшін тұрақты фототұзақтар құрылып, бақылау жұмыстар жүргізіліп отыр. Ол жұмыстар өзінің нәтижесін беруде.